Коронавирусқа шалдыққандардың арасында басқа кеселге душар болғандар көбейді. Тіпті мүгедек болып қалғандар да бар. Ел бойынша вирустан кейін 250 адамның инсульт алғаны дәлелденген. Асима Нұрбайқызы толықтырады. Жыл сайын елде 41 мың адам инсульт алады. Оның үстіне кесел жасарып барады. ТМД аумағында аурудан қайтыс болу фактілері бойынша Қазақстан көш бастап тұр. Дерттің туындау себептеріне енді ковид қосылды. Былтырдан бері 250 адам коронавирустың асқынуынан инсульт алған. Арасында аяғы ауыр әйел де бар. Анализ алғанда коронавирус инфекция болып шығады. Кесарево сечение жасап, ол баланы аман қалдырамыз. Бірақ ол әйел инсульт алып қалды. Сол ковидный инсульт дейміз. Оған операция жасап, барлығы жақсы түрінде шығардық. Бала да, әйел де тірі. Бірақ кішкене бір жағы жұмыс істемейді. Оның сол жағы әлі жансыз. Инсульттың ең ауыр түрін алған. Қауіптісі де сол, алдын ала белгілері байқалмаған. Ал кеселге шалдыққандардың тек 10% ғана қалпына келеді. Басқалары мүгедек болып қалады, немесе көз жұмады. Сол жұмыста жүргенде алғашқы белгілері денем тоңып, өзім дірілдей бердім. Содан түнгі 1:30 кезінде осындай жағдайға душар болдым. Бір қол, бір аяғым төсекте жатқан жерімде жұмыс істемейді. Иммунитеті әлсіреген адамды инсультке жығып беретін коронавирус. Сондықтан мамандар сауысқандай сақ жүруге шақырды. Өйткені вирустың қоздырмайтын ауруы жоқ. Жұқпалы дерттің тағы не жұқтыратынын ғалымдардың өзі зерттеп үлгермей жатыр. Асима Нұрбайқызы, Дархан Әрлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.